Всем привет, ребята! Как у вас дела? Сегодня мы будем с вами сделать трайфл. Осы видеода мен трайфлды қалай жасағанымды көрсететін боламын. Давайте тезірек видеомды бастайын. Бірінші біз осылай 3 жұмыртқаны жарып аламыз. Потом үстінен 1 пиала қант қосамыз. И кішкене тұз қосамыз. Потом біз үстінен ұн қосамыз. И кішкене осындай кукурузный крахмал қосамыз. Бірдей сұйықтық болғанша араластырамыз. Достар, осындай сұйықтық шыққанша араластыра береміз. И су қоспаңдар. Сұйық болу үшін су қоспаңдар. Ұн көп болып кететін болса, тағы плюс жұмыртқа қоса салыңдар. Сол кезде осындай күшті шығады. Достар, мен 2 пиала сүт қостырдым. Енді осыны баяу отқа қайнатамыз. Достар, енді осылай баяу отта қайната береміз. Міндетті түрде араластырып отырамыз, еш жаққа кетіп қалмаймыз. Осының түбінде көңгеріп тұрасыңдар. Так, примерно бізде осылай шығу керек. Енді осының үстіне біз сливочный масло қосамыз. Достар, короче, сендерде де осылай шығуы керек. Енді осы суығанша біз деген мына жақта жинауымыз керек. Достар, нам нужно вот түксіз осындай керек. Потом осына контейнер, пішня, не знаю. Потом любой бір шоколадты аласыңдар и кипяток құясыңдар үстіне. Все, достар, почти салқын болды. Енді осыны алып астына жақамыз. Потом біз осы затпен бетін жаба тұрамыз. Әлжі достар, менде осындай крем қалып кеттім. Енді мынаның ішіне дәл осылай жасайтын боламын. Вот, достар, 15 минуттан кейін біз осылай аламыз. И осылай осының үстінен жағамыз. Достар, менде осылай шықты. Барынша енді салдым, ұят болмасын деп, бетінде дым болмасын деп, хотя бы осылай күлшені езіп салып қойдым. Енді бір түнге холодильникке салып қоямыз, и азанда мен сендерге отзыв айтатын боламын. Қараңдар, азанда көт жеуді ұмыт кеткен ғой. И қазір обедте келіп жейін деп жатырмын. Вау, какая красивая!
Блин, достар, посмотрите, какая красивая. Мам. Всем пока. Міндетті түрде жасаңдар, осылай өте керемет шыққан. Міндетті түрде бір түн тұрсын, сол кезде жұмсақ болады. Давайте.